Сәлематсыздар ма? Мен бүгін сіздерге бәріміз жақсы көретін, бәрімізге белгілі қызыл мақпал тортын жасап көрсетемін. Ең әуелі бізге керегі кефирге бөлме температурасындағы соданы салып, араластырып қойып қоямыз. Әзірге ол 5 минуттай тұрады. Оған шейін керек заттарымызды дайындаймыз. Онды електен міндетті түрде өткізіп аламыз да ішіне разрыхлителімізді саламыз. Рецепттердің бәрін астына описанияға жазамын әдеттегідей. Одан кейін бар затымызды дайындап аламыз да жұмыртқамызды миксерге салып взбивать етеміз. Қол миксерде бола береді. Оған шейін ол взбивать етіп жатырғанша разрыхлитель мен ұнның үстіне какаомызды, егер де құрғақ краска салатын болсаңыздар, құрғақ краскамызды салып жақсылап араластырамыз. Мен негізінде тортқа құрғақ красканы да және гелевиді де саламын. Екеуінде көптен емес, азғантайдан. Жеке-жеке де салып көрдім, маған ол кезде түстері ұнамады. Енді әппақ болып қою болған жұмыртқа 5 минут 7 минуттай взбивать етіледі. Қантымызды жайлап бөліп саламыз, 2-ге 3-ге бөліп саламыз. Бірден қантты салып жіберуге болмайды, жұмыртқамыз басылып қалады. Және енді сұйық қоспамызды дайындаймыз. Жаңағы кефир мен соданың үстіне сұйық майымызды құямыз, дайындап бәрін араластырамыз. Енді жаңағы жұмыртқа мен қанттың үстіне араластырып жатырған қою сұйық қоспа мен құрғақ қоспаны кезек саламыз. Ең соңында ұн саламыз. Және 1-2 капля гелевый краска қосып жіберемін. Гелевый краска қандай қолданатынымды көрдіңіздер. Топ-декорда қолданамын. Әзірге міне біздің дайын қоспамыз бәрі де. Енді қағазымды дайындаймын. Мен бірден бисквит етіп пісірмеймін, маған олай ұнамайды. 4 бөлек болса, 4 бөлек етіп, мен бөлек пісірем. Осындай етіп қағаздан жасап аламын. Видеода көргендеріңіздей. Екінші бетіне ауыстырып, сосын осындай етіп, кішкене мынандай выемка жасаймын. Тесік құйғанда пісірген кезде жан-жағына кетіп қалмайтындай етіп. Тестамызды теңге 4 бөлікке бөліп аламын. Менде 320-330 граммнан келеді. Соны бәр қағазға бөліп салып аламын да осындай етіп 180 градусқа әрбір бөлек тестаны 10-12 минуттай пісіріп аламын. Әркімнің духовкасына байланысты. Әзірше кремімізді дайындаймыз. Мен жасаған тестімді түнде холодильникке қойып қоямын 1 күнге. 1 күн бұрын жасаймын, болмаса 5-6 сағат бұрын жасаймын. Әдемі етіп жан-жағын кесу керек. Сол кезде дұрыс кесілмейді. Мен формамен кестім, көрінбей қалған бірдей етіп, жаңағыдай бәр жағын бірдей етіп аламын. Кремді дайындап алдым. Крем әдеттегідей сливочный крем мен творожный сливки 33% екеуін қою болғанша және қанттың ұнтағын қосып миксерлейміз. Осылай етіп дайындаймыз. Мен мынандай әрбір мешокқа кремді де 4-ке бөлдім. 3 бөлігін 250 граммнан, 1 бөлігін 350 грамм етіп бөлдім. Үстіне көптеу кетеді. Осылай етіп бәрін әдемі етіп жасап шығамыз. Ортасында бұлай әдемі жасаудың керегі жоқ. Жай жіберіп қасықпен тураласаңыздар да болады. Үстін осындай етіп, сосын бірдей етіп бәр жерге өздеріңіздің қалаған насаткаларыңызбен жасап шығуға болады. Менде буфет жасайтын насатка. Оңай, жасалуы қиын емес. Сіздер көріп тұрғандарыңыздай мен жасаған затты сіздер де жасай аласыздар. Жасаңыздар, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Мен бетін осылай көріп тұрғандарыңыздай әрледім, жай қалған бисквитпен. Егер сіздер қаласаңыздар шоколадпен, болмаса фруктымен әрлей берулеріңізге болады. Видеоны ақырына шейін қарағандарыңызға рахмет. Егер ұнаса лайк басып пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Сіздермен болған үмітке.